Отбасылық гиперхолестеринемия. Бұл тығыздығы төмен липопротеидтердің холестериннің жоғары деңгейіне әкелетін тұқым қуалайтын ауру. Сондай-ақ жалпы холестерин жоғарылауына әкеліп, атеросклероз, инфаркт пен инсульт қаупін арттырады. Аутосомды доминантты аурудың себебі тығыздығы төмен липопротеид рецепторларының және онымен байланысатын апа-липопротеин В100-дің кез келген ақауы. Жасуша беткейіндегі тығыздығы төмен липопротеид рецепторлары саны 2 есе төмендеп, соған сәйкес плазмадағы холестерин концентрациясы 2 есе жоғарылайды. Макрофагтар фагоцитоз жолымен тығыздығы төмен липопротеидтерді ұстап алады. Тығыздығы төмен липопротеидтер құрамындағы холестерин және тағы да басқа липидтермен толықтырылған макрофагтар теріде, сіңірде ксантома деп аталып жинала бастайды. Холестерин сонымен қоса атеросклероздық төмпешіктер құрап, артерия қабырғаларына жиналады. Және жаңа айтып өткенімдей ол миокард инфарктына әкелуі мүмкін. Бұл аурудың түрін плазмафорез әдісі арқылы қаннан тығыздығы төмен липопротеидтерді бөліп алу арқылы немесе бауыр трансплантациясы арқылы емдейді.